Деке, осы жерде өзіңізге сұрақ, мынау әкелердің қоғамдағы рөліне идеологияның қатысы бар ма? Жалпы әкелердің де, жалпы ұлттың да, ұлт болып қалыптасушы идеология үлкен әсер етеді. Өзіңізде бір идеология деген үш саттан тұрады. Бірінші, бұл тайпалық, рулық идеология. Кезінде орта ғасырларда әрбір ру өзінің руымен мақтанған. Мысалға, ұлы жүз, біз мықтымыз, біз билікте боламыз деген сияқты кезінде ру тайпа болып соғысатын болған. Кейін ұлттық деңгей көтерді, яғни қазақ мықты. Бірақ ол да қазақ мықты деген сияқты немістер шықты ғой. Біз арийлерміз, біз бүкіл адамды үстемдік етеміз деп, ол неге апарды? Ол да үлкен, екінші дүние соғысқа апарды. Ол ондай да дұрыс емес. Ал үшінші сатысы бар, бұл кемелдік жеткен, бұл әлемдік адам болу. Адамдардың бәріне мейіріммен қарау. Бұл әлемдік адам, әлемдік идеологияны бізге қалыптастырған, бізге насихаттаған бұл Абай Құнанбаев болды. Оның мына өлеңіне мән беретін болсақ, махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырын деп, және қағаз осы деп әділетті дейді. Яғни Абай Құнанбаев нені айтып отыр? Адамды жақсы көруге, әділеттілікті жақсы көруге, жалпы мейірімділікті насихаттап отыр, бауырмалдықты. Абай өз дәуірінде тайпалар бір-бірімен қылысып жатқан кезде нені айтып жатты? Рулық, ұлттық санадан гөрі әлемдік сана. Өсейік, өркендейік. Міне идеология деген осы. Әкелерге де біз қандай насихат қылуымыз керек? Бауыржанның Ұшқан я деген кітабын оқытуымыз керек. Бауыржан Момышұлының батыр қылып, ержүрек қылып, ақын қылып жазушы қылған кім? Оның әкесі Момыш. Кеңес өкіметі кезінде сол сауат аша алмайтын жағдайда жүрген кезде Бауыржан Момышұлы айтады, мені әкем ілім алсын, сауаты ашсын деп, орыстың отбасына барып, мені сояққа тастап кетті дейді. Сол кезде бүкіл ауыл шулады деді. Мынау Момыш жынды ма? Баласын христиандырып шоқындырайын деп жатыр деп православқа жіберген ғой. Сол кезде сол үйге барып жатқан кезде деді, әкем айтты дейді, сен мұсылмансың деді, сен қазақсың деді. Бұл олардың құдайлары, иконаларды көрсетіп, олар өздерінше табына бер, сен өз біліміңді ал деп насихат қылды. Мен соны жүрегіме сақтап, сол жерден орыс тілін, басқа да пәндерді үйреніп шықтым дейді.